Баршаңызға сәлем. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге орама нан, яғни ханум деп аталатын тағамды жасап көрсетемін. Жасалу жолы өте оңай, әрі тез піседі. Кешкі немесе түскі асқа жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Бізге қажет заттың барлығын описанияда қалдыратын боламын. Ораманы жасау үшін ең алдымен қамырын илеп аламыз. Ұндарымызды міндетті түрде електен өткізіп қосасыздар. Соған тұзды суымызды қосып, орташа қаттылықта қамыр илейміз. Жақсылап қамырды илеп алыңыздар. Иленген қамырды 4-ке бөлетін боламын. Енді қанша жасағыларыңыз келеді, қанша зуала, бұл өз еріктеріңізде, үйіңіздің адам санына қараңыздар. Ұнды керегінше қолданасыздар. Осындай менде кішкентай емес, үлкен емес, орташа 4 зуала шықты. Осыны зуалап жарты сағат демалдырамын. Осы аралықта біз салмасын дайындайтын боламыз. Салмасына туралған ет, май, картошка, пияз, жусай пайдаланамын. Қандай қылып жасасаңыздар да салмасын өздеріңіз білесіздер. Етті турамай, ет тартқыштан өткізіп алып қосыңыздар. Яғни фарш пайдалансаңыз да болады. Сәбіз, капуста, асқабақ қосыңыздар. Ол өз еріктеріңізде. Мен осылай жасадым. Барлығын майдалап турап алып, дәміне қарай тұз бұрышын қосып, жақсылап араластырып аламын. Жарты сағаттан кейін тынған қамырымыздың біреуін алып, жұқа қылып жаятын боламыз. Дәл мантыға арналғандай жұп-жұқа қылып жайыңыздар. Қамырымызды жұп-жұқа қылып жаямыз. Кезекпе-кезек қамырларымыздың барлығын дәл осылай дайындап шығамыз. Жұқа қылып жайғаннан кейін оған май жағып, салмасын салып, шетінен бастап ораймыз. Барлық ораманы дәл видеода көрсетілгендей жасап шығыңыздар. Орамамызды мантыварканың листісіне орналастырып, майлап, буда 45 минут пісіреміз. Дайын болған орамамызды неше түрлі соустармен ұсынсаңыздар болады. Мен майонез, кетчуп, лажжан ұсындым. Ол яғни өз еріктеріңізде. Өте дәмді, әрі тез дайын болады. Ерекше тағам деп ойлаймын. Уақытты да алмайды. Жасап жатсаңыздар, комментария қалдыра кетіңіздер. Видеоны соңына дейін қарасаңыз, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болған салтанат. Астарыңыз дәмді болсын. Назарларыңызға рахмет.